Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге панов и пай пирогын дайындайтын боламыз. Мен ұсынған рецептте 22 диаметрлік 2 пирог шығады. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Салқын сары майымызды үккіштен өткіземіз. ұн мен майды жақсылап араластырып, крошка жасаймыз. Үстіне қант ұнтағын, қаймақ, қамыр қопсытқыш және жұмыртқаны салып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырды 30 минутқа мұздатқышқа қоямыз. Ал енді қамырымызды алып, теңде 2 бөлікке бөліп аламыз. Біреуін қайта мұздатқышқа қоя тұрамыз. Екінші бөлігіне аздап ұн сеуіп жайып аламыз. Пирогымыздың бортигін көз мөлшерімен кесіп аламыз. Қалған қамырды жайып формамызбен кесіп аламыз. Ал енді формаға тестамызды жайғастырып шығамыз. Дайын болған қамырды шанышқымен тесіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 25 минут беті қызарғанша пісіріп аламыз. Ал енді кремін дайындаймыз. Сүзбелі ірімшік пен қант ұнтағын миксердің көмегімен бір келкі болғанша араластырып аламыз. Үстіне салқын кілегейімізді құйып, өз формасын ұстағанша жақсылап араластырып аламыз. Ал енді бананды кесіп дайындап аламыз. Ал енді пештен шыққан ыстық пирогқа вареная сгущенканы жағып алып суытамыз.
Суыған пирогтың үстіне банандарымызды жайғастырып шығамыз. Ал енді өзіңізге ұнаған насаткамен пирогымызды сәндейміз. Панов ипай пирогы ұнаса, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.